Измирге жолыңыз түсіп, тәтті бір нәрсе жегіңіз келсе, онда бұл дәл сізге арналған видео. Карши экоцентрға келу керексіздер, де-фактоға қарама-қарсы көшеге кіріп, Марунс деген кафені іздеп тауып аласыздар. Мен бұл кафені инстаграмнан көрдім, тәттілеріне қызықтым, сол үшін Сейфо екеуміз келіп жедік. Подачасының өзі ерекше екен. Қасыңызға біреуді алып келуді ұсынамын, өйткені екі адам болып, екі түрлісін заказ беріп, бір-біріңдікін жеп көресіңдер. Менің біраз уақыт болды осындай дәмді тәттілерді жемегеніме, сондықтан да осы жерде тапқаннан кейін бөліспеске болмады. Измирде тұратын подружкалар немесе келіп жатқан жандар міндетті түрде келіп көріңіздер. Мен өзіме осындай топырақ сияқты, горшоктағы топырақ грунт сияқты ғой, мынау тура түрі, сондайын заказ бердім, ерекше болып көрінді, бірақ енді дәміне сөз жоқ, қатты ұнады. Барлықтарыңызға пайдалы болды деген ниеттемін. Лайк басып сақтап алыңыздар.